мазақтамыш. Мазақтаған несі? Кәне. Бер. Осының бәрін өзің жасадың ба? Бір түнде? Мықтысың ғой, Күл. Шын айтам. Анау спонсорға крем дегенсін барлығын қайтын тез жөндей салған ғой. Әйтпесе оның алдында істеп қойғам. Ертерек айтқанда ғой, тура ана кітаптағыдай қылып бәрін сызып қойыр едім. Күшті. Айбының танысы екен. Аха. Кеше барғанда түстен кейін келді бет. Байларға не? Бәрібір. Планың наса болды. Бере салу ғажап емес. Жоқ. Берсін, бермесін, бәрібір де осы ательені ашам. Ажар деген. Сосын білесің ба? Бастапқыда маған 2 машинка жеткілікті. Одан кейін көмекші қыз алып алам. Сөйтіп шалбар, көйлектерді қысқарта бастаймыз. Айтпақшы, сен аны жұмыстағыларға айта жүре ме? Жұмыстағыларға? Иә. Енді оларда көйлек, шалбар киетін шығар. Сөйтіп, тем более қазір бүкіл джинсылардың барлығы ұзын-ұзын. Соны қысқартамыз. Неге күлесің? Ажар, әлі ашқан жоқпыз ғой? Айттым ғой, бірден өсі мазақтап шыға келесің. Жоқ, Ажар. Мазақтаған нес. Мен қайта қуанып отырмын. Керемет. Бәрін әп-әдемі қылып сызыпсың. Ажар, сәл шыдашы. Ақылы бар адам, кез келген бай адам мұндай жобаға ақшасын аямайды. Бұйырса, Алла қаласа, ашып берем ательеңді. Мына жұмысқа дұрыстап сіңісіп алайшы. Кіргеніме 2 айда болған жоқ қой. Және де мына жатақханында да беріп отыр. Оған да рахмет. Айтпақшы, ана прораб не болды? Прораб пока қабағын бермей жүр. Менің орныма бір туысқан адамды кіргісі келген екен. Содан екен ол маған қайта-қайта тиісіп жүрген. Анада жұмыста жігіттер айтты. Ештеңе етпейді. Әлі ақ таке-таке деп жүгіретін болады. Мен бар Бекенайды оятайын. Ой, оятпай қош. Жата берсін бе? Ұйықтай берсін. Шай ішіп. Ой! Мәсіп! Ажар, қап! Талғы! Не істедің? Енді мынаны қалай апарам? Ай, Ажарым, ай, Ажарым. Жиналыс нешеде? Бірде. Былай істейікші. Ертерек келші. Мен мынаның барлығын қайтадан сызып жөндеп қоямын. Қайтадан. Ана кабель қашын алып тастайсыңдар, а? Аламыз қазір. Енді анан стекловатаның бәрін кіргізді ма? Талғат! Тоқта! Ананың бәрі кіргіздір, өзі қадағала. Мен саған тапсырдым. Ей, басындағы кассың қайда? Ассалаумалейкум. Касқа болғанда мен... Ассалауды қой. Сен басындағы кассыңа жауап беруің керек. Бәке, бір жолға кешіріңіз. Каска іште қалды. Мен тек мына заттарды алып шығуға сыртқа шығып кетіп едім. Мен сен сияқтылардың кесірінен айыппұл төлегім келмейді. Айлықтарыңды кескен кезде ғана ақыл кіреді сендерге. 7000 теңге штраф. Все. Бәке. Все, точка. Нан бәрі кімдікі? Нан бәрі кімдікі? Сенікі ма? Нағыда сенікі ма? Ойнан аламын. Ешкімге бермей, е? Байқа құлақ қамаш.
Ай, балалар, жаңа кепкадағы кішкентай баланы көрдіңдер ме? Жоқ, көрген жоқпыз. Кішкентай бала, 2 жасар. Бекош! Ағай, менің ұлымды көрмедіңіз бе? Жоқ, көрмеймін. Келмеді ме жаңағы бала? Жоқ, келген жоқ. Бекенай! Талғат, Иә? ана, ательені ашу үшін деймді, кемде $2000 керек шығар. Сондай керек. Оның арендасы бар. Свет, су, тігін машинесін алу керек. Жалпы мен өзім бизнеске сенбеймін. Баяғыда мамам екеуміз базарға шығып картошка сатқанымыз бар. Елдің картошкасын бәрін алады. Біздікін алмайды. Жоламайды. Содан егер картошканың бәрі шіріп, базарға қарыз болғанымыз бар. Содан бері ана бизнес дегенге сенбеймін. Ал мен сенем. Жеке бизнесің болса, рахат қой. Ешкімге тәуелді емессің. Бастығың жоқ. Өзің бей өзің қожасың. Айыбын. Ательені ашамын ау. Сөйтіп ажардың арманын орындамасам болмайды. Талғат, сен ана басындағы касканы киіп алсайшы. Көрсе ұрсады ғой, сөйлейді. Не қыласың? Қойшы. Салатын штрафын салды ғой. Басымны қысады. Мына бір прорабта қыр сомнан қалмай. Адамдар оны бекер арам сары демейді ғой. Ол тымпиып алып ішімдегін біліп ал деп жүреді. Қайтесің? Ол бұрыс тасқан адам мен оны құртпай тынбайды. Не қыласың? Киіп ал. Бәлесін аулық. Талғат, не болды? А? Жүрегім бір түрлі зылдап кетті. Сен таңертең шай ішіп пе едің? Иә, ішкем. Оны тұра тұр, мен қазір су алып келейін. Жігіттер, су беріңдерші. Кешіріңіздер, кішкентай бала көрген жоқсыздар ма? Жоқ. Кешіріңіз, кішкентай бала көрген жоқсыз ба? Кішкентай бала сүргенсің мен. Кешіріңіз, кішкентай бала көрген жоқсыз ба? Тұра тұрыңызшы, мен айтып болған жоқпын ғой. Айналайын. Қарындас. Жиналыңыз енді. Жиналыңыз. Жазып беріңіз маған, толықтай жазып беріңіз. Әйтпесе арызыңыз қабылданбайды ғой. Жазыңыз.
Бәке, все-таки келесі аптаға дейін уақыт беретін шығарсыз. Никакой келесі апта. Бүгін алып тастайсыңдар. Все, точка. Бәке, мына крамда 3 стойкасында бірдей трещина бар. Құлап кетуі мүмкін, опасно ғой. Оны ертерек ойлау керек еді. Бастық келіп тексеріп, неге алмадың десе, өзің жауап бересің ба? Бәке. Өзің жауап бересің ба? Все, точка. Бәке, онда өзің білші. Я за кран не отвечаю. Батыржан, бүгін алып таста. Ей, бақсыға каска кимейсің ба? Бәке, Ей, ат жөнігім. бәке. Бәке, бір тығыз шаруам шығып тұр еді. Обедке қашыға берсем бола ма? Не шаруа? Бір кісімен жолығу керек еді. Ну, не шаруа? Ей, бала шағың өліп қалды ма? Жоқ, Ей, әйелің ауыр больницаға түсті ма? Ей, әке шешең өліп қалды ма? Құдай сақтасын, не деп кеттіңіз? Жібересіз бе, жібермейсіз бе? Жоқ, жібермеймін. Точка. Қалдар. Ей! Ей, мынаны шыңғыртпай, мына жақ істемейсіңдер ма? Дарылдатып. Ей, қоя тұршы. Мына жазылған сипаттамалардың бәрін барлық посттарға жеткізіңдер. Қаланың барлық жолдарына бір экипаж қойылсын. Қалаға кірген шыққан көліктің бәрін тексеріңдер. Жарай ма? Болады, капитан мырза. Не, баланың суретін кейін WhatsApp-пен жібереміз. Түсіндім. Ал сіз маған сотовый телефоныңыздың нөмірін жазыңыз. Сотовый телефон жоқ, вақтан номерін қалдырайын. Сіз абыржымаңыз. Сіз қазір үйіңізге барыңыз. Мен жігіттерді жіберем. Баланың суретін беріп жіберіңіз. Жарай ма? Уайымдамаңыз. Балаңыз табылады. Уайымдамаңыз. Мына жерге қол қойып жүріңіз. Қашан қарастырасыңдар, жігіттер? Ертең хабарласаңыз. Ал, істеріңе сәттілік. 120-й, центр 120-й. 120-й на связи. Поступил вызов о краже ребенка. Съездите, пожалуйста, по адресу Мунайтпасова, 26, 402 комната. По-моему, обслужите надо срочно, ребята. Принято. Не істейміз? Естідің ғой, Мұңайтпасов көшесіне бару керек. Кеттік жүр. Бауырым, Мұңайтпасов көшесіндегі жатақхана осы ма? Осы, Алдына қалай барам? алдыңғы жақ мына жақ қой. Айналып барасыз. Кеттік алдына. Жігіттер, мен бір сағаттан келем. Таста, ана апалкілерді шарындар. Апалкілерді шарсаңдаршы. Адам саны жетпей жатыр емес пе? Талғат қайда? Қайдан білейін? Айбын, Талғат қайда? Жүрген осында. Жүрсе тап. Бар, ана апалкілерді алып тастаңдар. Апарамыз. Бәрін бар. Қатырамыз, бәке, уайымдамаңыз. Талғат жоқ қой, Талғат жоқ қой. Оның бір тығыз шаруа шығып қалды, бәке. Тығыз шаруа? Тығыз шаруа? Все, уволен. Жұмысқа келмей қойсын, сәлем айт. Бәке, енді бұныңыз артық қой, кішкене сабыр етсеңізші. Саған штраф 7000 теңге. Неменеге? Все, точка. Бәке. Алып таста апалкіні. Бүгін бітіріңдер, бәрін тастаңдар. Осы бала ма? Иә.
Күйеуіңіз естіді ме? Жоқ, естіген жоқ. Күйеуіңізге хабар беріңіз. Жақсы араласатын көршілеріңіз бар шығар. Солар ойнап жүрген шығар баланы. Ауылдан жақында ғана көшіп келгенбіз. Жалдап тұрасыздар ма мұнда? Жолдасымның жұмыс орнынан берілген. Туған туыс біреу естіді ма? Туған туыстың бәрі ауылда ғой. Күйеуіңізге хабар беріңіз тездетіп. Мен қазір. Мына екі сурет менде қалады. Жақсы. Қойшы осындай. Кеттік жүр. Әкел андан. Не ғой, атың кім еді? Талғат. Былай болсын. Мына жоспармен ешқайда барыш болма. Ұят болады. Иә, кешіріңіз Азеке. Таңертең әйелім шай құйып жатқан кезде абайсыздан төгіп алды. Я айттың ғой, оны түсіндім. Бұл жоспар жай әшейін отырып шеше салатын шаруа емес. Бұл туралы мен саған өзім хабарласам. Жақсы. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Жақсы. Көрген жоқсыз ба? Жоқ. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, не видели вот этого ребенка? Только в сером костюмчике был. Полностью. Извините, не видел. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, мына баланы көрген жоқсыз ба? Жоғалтып алып едім. Нет, не видела. Көрген жоқсыз ба? Ілдің ғой, болды, бұдан артық өлеміз ба енді? Давай, көтерейік. Жігіттер, түсе беріңдер. Талғат! Иә, Айбын. Тоқташ! Талғат қайда жүрсің? Андары білік қойды ғой сен. Мен кім? Прораб. Жарты сағаттен келем деп едің ғой. Үлгермей қалдым. Енді ана жұмысқа келмей қойсын дейді сен. Ол кім соншама? Прораб ешкімді жұмыстан шығара алмайды. Ешкім звонаған жоқ па? Жоқ, ешкім звондамады. Сіз үнемі осы жерде отырдыңыз ғой? Иә, мен отырамын ғой кешке дейін осында. Кім звондады жаңа? Звондаған жоқ ешкім. Шырылдады ғой телефон жаңа. Шырылған жоқ телефоным. Ағай, мен осы жерде отыра берейінші. Отыра бер. Посмотри, 121 120 на связи.
Мы, кажется, нашли ребенка. Отлично. Где нашли? Район вокзала. Везите на базу. Нашел. На базу, говорю, везите. Принято на базу. Алло, Басеке. Басеке, ана бала жайлы ғой, Басеке. Баланы сұрадым. Алло, это Ажар Бегайдарова. Жанна Базарбаевна, я здесь сижу. Она? Да, слушаю. Да. Выдать 24. Хорошо. 12? Ясно. Да, не переживайте. Все будет хорошо, Жанна Базарбаевна. Ясно. Все будет. Все понял. Все. До свидания. Алло, мен Ажар Бегайдарова. Тыңдап тұрмын. Хабар бар ма? РОВД. Ағай, менде ақша жоқ. Ағай, өтінем сізден. Балам жоғалып кетіп еді, РОВД-ға срочно бару керек болып тұр. Қарындас, онда ертең байың айтасың. Шық машинадан. Мынау жоғарыдан келді. Тезірек көбейтіп, сотрудниктердің бәріне таратыңдар. Балам қайда, табылды ма? Болып бара беріңіз. Сүйінші? Табылды. Аман есен, сап-сау. Ажар ханым. Қазір сотрудниктер осында алып келе жатыр. Жүріңіз. Алдарынан шығып, қарсы алайық. Жүріңіз. Мәке! Ей, Талғат, Мәке, қайдасың жұмыс уақытында? бағана айтып едім бір шұғыл жұмыстар шығып кетті деп. Жоқ, воля, бар, кеш бар сол жұмысыңа, бар, кет, бос тұр. Сен кімсің? Мен жұмыстан шығаратын, а? Кім едің? Мен жұмысқа сен алдың ба не? Мен қатың жұмыс сен. Мен қатың жұмыс сен. Бармайсың ба? Sabır. Балам қайда менің, балам қайда? Табамыз. Балам қайда менің, балам қайда? Бұл сенің косягың. Сен прорабсың. Сен сотталасың. Ана кранды алып таста дегенмен жарты жыл болды. Құда бала емес. Басқа болғанда қолыңа кісен салып түрмеден бірақ шығаратын едім. Бір адамға бола компания миллиондаған штраф төлеу керек пе сендерге? Егер лицензиямызды алып тастаса, қаншама адам жұмыссыз қалады. Мен өзімді емес, сендерді ойлап айтып отырмын.
Так что? Мыналарды өзім шешем. Ана қатынды ертерек тауып, аузын жауып керек. Шу шығарып жүрмесін. Не хватало еще компенсация төлеп жүрмейік. Девушка, вы куда? Девушка, вам нельзя вставать, вернитесь. Мне идти надо. Саламатсыз ба? Сіз ажарсыз ғой. Мен сізге қазір бүкіл мән-жайды дұрыстап түсіндіріп айтамын. Біз сізді кешеден бері іздеп таппадық. Табылды ма балам? Баламды іздеп таптыңыздар ма? Табылғанда былай ғой, біз ол кісіні ауруханаға жеткіздік. Сіз мен алдымен дұрыстап тыңдап алыңызшы. Ол кісінің жарасы жеңіл, жақсы дәрігерлерге көрсеттік. Компания құдай қаласа ақша аударайын деп жатыр. Сіздің тек бізге бір кішкентай ғана көмегіңіз керек болып тұр. Қазір міне, мына жерге қол қойып берсеңіз, бәрі дұрыс болар еді ажар. Мінекей, мынау сіздің неңізге мына жерге қол қойып берсеңіз. Рахмет сізге. Жақсы. Сау болыңыз. Талғат, не болды саған, Талғат? Міне, Талғаттың орталық жүйке жүйесіне зақым келген. Қатты ауыр соққыдан негізгі қан тамырлары үзіліп кеткен. Басына да қатты ауыр соққы тиген. Қазір томографиялық зерттеу жүргіземіз. Миына да зақым келген сияқты. Жалпы, қандай жағдай болса да барлығына дайын болыңыз. Біз тірі қалу үшін барлық көмегімізді салып жатырмыз. Операция жасаймыз. Бірақ ол қымбат. Ажар, сіздің осы қалада жақын туысқандарыңыз бар ма? Бекош? Беконай!
Беконай. Бекенай! Үйде кім бар? Бала, үйде кім бар? Беконай? Бекош! Бекош? Беконай? Бекош? Беконай? Мына баланы көрдің ғой? Қайда мына бала? Оны мұнда кім алып келді? Бала қайда бала? Оптимус Прайм бәрін жеңет. А? Ол жеңімпаз. Оптимус. Ай, Қандай Оптимус? кімсіңдер, а? Неғып жүрсіңдер? Неге не үшін қойғанын өзі де білмеді. Енді қайтеміз. Жұмыс болған соң форс-мажор болып тұрады. Алло. Сәке, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, жақсы. Өзіңіз білетін шығарсыз. Бізде бір шыпы болып. Иә, соған сіздің көмегіңіз керек болып тұр. Енді өзіңіз білесіз ғой. Иә. Жақсы. Тоқтаңыз ағай. Сіз не ана кемпірді участокқа әкетпейсіз бе? Мен немене деп алып кетем оны? Ешқандай мотив жоқ қой. Ал баламның ойыншығымен тәпішкесші. Ол мотив емес пе? Енді өзіңіз ойлаңызшы. Ана кемпір баланы ұрлау мүмкін бе? Ауру немересіне қарап отырған кемпір өзіңіз көрдіңіз ғой. Сіз оны алдымен участокке апарып тергеңіз. Содан кейін айтасыз. Енді жаңа оған сұрақтың бәрін қойдым. Өзіңіз қасымда тұрдыңыз. Бәрін көрдіңіз ғой. Мен баламның ойыншығы мен тәпішкесін осы үйден тауып алдым. Менің баламды ұрлаған адамдар осылар. Мен оны сезіп тұрмын. Ол заттарды ұрлаған адам осы жерден өтіп бара жатқан кезде түспаған болуы да мүмкін. Енді ондай сәйкестіктер болады ғой. Оған бола мен кемпірді қалай алып кетем? Жоқ, мен танкетканы дәл терезесінің алдынан тауып алдым. Ондай сәйкестік болуы мүмкін емес. Жарайды мейлі, ойыншық осы жерде түсіп қалсын. Ажар, сіз қазір өте қиын психологиялық жағдайда тұрсыз. Қайдағы психологиялық? Енді ол аяқ киімді, ойыншықты өзіңіз үйден әкелген болуыңыз мүмкін ғой. Есіңізге түсіріп көріңізші. Мүмкін бе? Мүмкін. Не деп тұрсыз сіз? Мен сізді түсінем. Сіз қазір өте қатты шаршап тұрсыз. Сізге демалу керек. Бұлай істейік. Сіз қазір үйіңізге барыңыз. Біз баланы табамыз. Табамыз дедім ғой. Табамыз. Жарай ма? Барыңыз. Ашыңыз есікті. Мен сіз көріп тұрмын. Ашыңыз есікті. Аш есікті. Қазір есігімді сындырам. Алжыған қақпас.
Аш есікті! Мен сізге енді ол үйдің маңынан жолауға тыйым салам. Бір жолға кешірем. Егер де осылай тағы да қайталанатын болса, өзіңізге қиын болады. Жоқ, ол кемпірде неңіз бар? Біреудің үйінің терезесін шақтыңыз. Өміріне қауіп төндірдіңіз. Енді немене дұрыс іздемейсіздер? Менің балам сол үйде екенін сезіп тұрмын. Неге жұмысыңызды дұрыс атқармайсыз? Все, хватит! Сіз байқап сөйлеңіз. Мен жұмысымды дұрыс атқармай жүрмін бе? Әлде сіз ана ретінде балаңызға дұрыс қарамай жүрсіз бе? Мүмкін осының бәріне сіз өзіңіз кінәлі шығарсыз. Егер де сіз жақсы ана болсаңыз, балаңызды бұлай тал түсте жоғалтып алмаған болар едіңіз. Әлі көшедегі әрбір үйдің терезесін шағып, әркімге бір жала жабатын шығарсыз. Ағай, жалынам сізге дұрыстап іздеңізші. Менің балам сол үйде екенін сезіп тұрмын. Уақыт бос қойып бара жатыр ғой. Куәгер Берік Аймаханов шақырыңыз. Куәгер Берік Аймаханов. Талғат Бекайдаров ешқашан қауіпсіздік ережесін сақтамайтын. Басына каска кимейді. Оның үстіне жұмыс тәртібін бұзады. Сол күні ол рұқсатсыз бір жерге кетіп қалыпты. Жұмыс тәртібі бұзылды. Құрылыс техникасын өзі дұрыс меңгермегендіктен осындай апат болды. Дәл солай. Талғат қауіпсіздік ережесін сақтамайтын, тіпті басында каска кимейді. Қазақстан Республикасының атынан сот шешім етті. Талапкер Ажар Бегайдарованың жауапкер Алфавит құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты келтірген моральдық және материалдық шығындарды өндіру туралы талап арызы қанағаттандырусыз қалдырылсын. Осымен сот процесін жабық деп жариялаймын. Берік, тоқтаңыз. Ұялмайсыз ба? Менің күйеуімнің осында күйде жатқаны сіздің кінәңіз. Менің де сен сияқты бала шағам бар. Талғат қауіпсіздік каскасын кимеген рас қой. Рас. Қайдағы касканы айтып тұрсыз? Оның үстіне мыңдаған тонна кран құлап кетті емес пе? Заң бойынша ол қауіпсіздік ережесін бұзды. Мен ештеңе істей алмаймын. Махат аға, өзіңіз де білесіз ғой, барар жерім басар тауым жоқ.
далада қаламыз ба, өтінем қудаламаңызшы. Мен ештеңе істей алмаймын. Әне, бір кісінің кесірінен миллиондаған штраф төлеп отырмыз. Басқаға бізде қаражат жоқ. Сондықтан да жатақхананы бүгін босатасыз. Не болды? Ажар көшіп жатыр ма? Иә, ол енді очередьте тұрмайтын болды. Неге? Білмедім, бізге бастық айтты болды. Енді кіргізбеңіз. Жарайды. Заттар осы ма, әлі тағы да бар ма? Білмедім, біз барын шығардық. Жарайды. Алло. Да. Қызым-ау, кілт бере алмайым. Ренжіме. Бағана бастыр кек бітті. Кілтті бермесін деген саған. Пара, укройся, замерз, наверное. Паха! На, башмак, носи, дарю. Подаришь кофту? Ты чё, глохла? Я тебя спрашиваю, ты мне кофту подаришь? Ах так? Ай, гадина, пусти! Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Құтты болсын, күйеуіңіз оянды.
Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кіріңіз. Талғат, естіп тұрсың ба мен? Бұл қазір ешкімді естіп тұрған жоқ. Қайта оянғанына шүкір деңіз. Бар мен ойлағандай, артқы ми қабыршығына қан толған. Мен сіздің жағдайыңызды жақсы түсінемін. Мүмкін мемлекеттік жеңілдік әрі жазып көрерсіз. Ондай жеңілдікті алу үшін не істеу керек? Ондай жеңілдікті алу үшін тиісті құжаттарды жинау керек. Қазір мемлекетімізде түрлі жеңілдіктер бар. Так, бүгін соңғы күн ғой деймін. Қазір. Айнұр! Иә. Госүлгетке қатысты тізімді алып кеш. Аха, жақсы. Ажар, құжаттарды бүгін тапсыру керек. Өйткені госкомиссия шешім қабылдағаннан кейінде 2 аптадай финансированияға уақыт кетеді. Нұршан Аслович, міне, құжаттар тапсыратын бүгін соңғы күн. Рахмет. Міне, мына құжаттарды кешкі 6-ға дейін тапсыру керек. Үлгересіз бе? Үлгерем. Жақсы, онда мен сізді күтем. Кешкі 6-ға дейін күтіңіз. Жақсы. Ей. Тырши болды. Кешегі бомжығатын қайда? Құжаттарымды ұрлап кетті менің. Қайда деймін кешегі бомжығатын? Вставай. Вставай, давай, скотина. Товарищ начальник, не мою. Где сумку взял? Больная, что ли? Сам ты больной, где ты сумку взял? Не знаю, сумка не моя, это сумка. Где вот эта женщина? Где вот эта женщина? Не знаешь, тут больная, что ли? Ее это Люба принесла. Где Люба? Не знаю, в горах, наверное. Какая гора? Ну что, не знаешь, где гора? Пойдем покажешь. Не буду. Вставай, давай, вставай, скотина, вставай, давай! Ну все, вот, иду я. Нормальная женщина. Дома поспать не дает. Это мое. Слушай, ты, птаха! Не птаха, а паха. Да хоть таха, мне до 6 надо успеть. Топай быстрее! Да иду я, иду. Что, теперь умереть, что ли, а? Давай быстрее, давай быстрее! О, смотри. Что это? Это что? А вдруг я машину куплю? Че стали? Ну что, пришли? Вот гора. Что это? Это гора. Не видишь?
Здесь все богатство города, это золотая гора. Что, не нравится? А вот Люба. Люба! Люба, беги! Беги, она сумасшедшая! Беги! Беги, говорю! Эй! Не бей меня! Где мои документы? Какие документы? Люба. Какие документы не брала я? Я тебе по-хорошему говорю. Я сейчас тебе этой палкой по башке Вон там в сумке смотри! Психичка! Кому нужны твои документы? Их даже в ломбард не сдашь. Сколько сейчас время? Без 5:04. Эй, придурочная! Палку свою забери! Не надо! Ух! Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мекен-жай анықтамасын қайдан алсам болады? Тура өтесіз де солға бұрыласыз. Мына жақта ма? Иә, сол жаққа өтесіз. Рахмет. Саламатсыз ба? Мекен-жай анықтамасын болады ма? Жақсы, жеке куәлігіңізді беріңіз. Аха. Ала қойыңыз. Аха. Сіз еш жерде тіркелмегенсіз. 3 айдың ішінде тіркелмесеңіз, айыппұл төлейсіз, білесіз бе? Жарайды. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ой. Кешіріңіз, дәрігер қайда? Ол кісі кетіп қалды. Бүгін келмейтін шығар. Жұмыс уақыты бітті емес пе? Мен міне бүкіл құжаттарды жинап алып келдім, мінекейіңіз. Жартақ сағат қана қалды. Неге ертерек әкелмедіңіз? Я білем, кешіріңізші. Үлгергенім осы болды, өтінем қабылдай салыңызшы. Система қатып қалмаса. Ертерек келуіңіз керек еді. Менің де кетуім керек. Айнура, я пошла, ты пойдешь? Пойдешь или нет? Да девушка, она же работает, что вы пристали? Женщина, чего вы на меня орете? Айнура, я пошла, короче. Сізді күні бойы күттік. 4-5 құжат үшін қайда жоқ болып кеттіңіз? Я білем, өтінем, құдай үшін, кешіріңізші, үлгергенім осы болды. Қабылдай салыңызшы. О, система әлі ашық екен, қазір күте тұрыңыз.
рахмет. Ей. Ей. Кет мына жерден. Сен не сөйлей аласың ба? Кет дедім ғой саған. Бұл менің территориям. Кет дедім ғой саған. Ұятсыз. Мен бе ұятсыз? Ал сен кімсің сонда? Кет кәне. Сіздер кімсіздер? Жіберіңіздер мені. Сені кім жібер, Сопектің адамсың ба? Қайдағы Сопек? Ай, тимеңіз Сопектің маған. адамсың ба? Тимеңіз маған. Жолама бұл жерге, енді кәрі көрсем аяғын сындырам. Немене сатып алған жерлерің ба? Сөзімді түсінбесем, мына кассаны түсіндіреді. Бір батон болады ма? Тағы су, иә? 190 теңге. Не болды? Менде жетпей тұр. Қанша бар? 170 теңге. Жарайды, бере бер. Рахмет, апай.
Ақтөс жат! Немене біреуді көріп тұрсың ба? О не сен екі кештің арасында. Жақындама. Сен де Оптимус Прайм көресің бе? Сен балаңды алып кетуге келдің бе? Не? Бала бар ма? Бізде Оптимус бар. Қайда тығып қойдыңдар? Баланы қайда тығып қойдыңдар? Анда. Бекош. Оптимус! 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 Оланы жақта. Ол Оптимус Прайм көрем дейін. Қан. Әшкенді тастап кеткенімді қарашы. Қане, не көріп тұрсың, айтшы. Қайда тығылып тұр, көрсетші. Оптимус. Оптимус. Жүр үйге. Ұйықтайтын уақыты болды. Жүр демейді. Әйтпесе қаяқтаймын. Нуржамян случай. Простите, что так поздно. Это срочно. Тяжелое состояние. Не болды? Резкое ухудшение, не знаем. Тез реанимацияға апарыңдар. Бекош! Бекош! Беконай! Сен не қылып жүресің, ақшысы? Одан да сабағыңды оқымайсың ба? Сабағың нашарлап кетті ғой сенің. Бейшара, мені қан кет қалды, аман қалса екен, е? Сен кімсіз, кетпе қарай! Аш есікті! Ашпайын, кетпен ғой мен саған бұлай қарай, ә? Ол менің балам, ашпайын білесің ба? Қарашыны тағда жылдық қоясың ба? Қайда? Ашпайын жібереді! Қайда? Так, науқасты реанимацияға дайындаңдар. Басын түсір. Адреналин, атропин, дофамин. Дайындаңыз. Дайын. Дайынсыңдар ма? Дайын. Кеттік. Адреналин. Адреналин ушел. Атропин. Атропин. Атропин кетті. Дофамин. Дофамин. Дофамин капается.
Бермеймін, тиме оған. Так, дефибриллятор алып келіңіз. Қазір. Дефибриллятор. Дайын. Так, 200. 200 дайын. Так, 300. 300 дайын. Науқасты аппаратқа қосыңыз. Шаруаларың жақсы ма? Жақсы. Фондтың жұмысы қалай болып жатыр? Жұмыс тоқтап тұр. Бұйырса, ол жұмысты әлі өзің жүргізесің. Мен енді оны ешқашан жүргізе алмаймын ғой, жолдас. Олай деме. Жақсы сөз жарым ырыс. Мені жұбатпай қой. Бәрі түсінікті емес пе? Бұдан миллионның бірі ғана емделіп шығатын шығар. Қайдан білесің? Сен сол миллионның біреуі шығарсың. Мен саған тұрмысқа шыққанда сол миллионның бірі болған. Адамға екінші рет мүмкіндік берілмейтін шығар. Менің саған өтінішім бар. Фондтың жұмысын ары қарай жалғастыршы. Бәрі адамға болса да жақсылық жасашы. Кейде менің атымнан да садақа беріп тұршы. Олай деме дедім ғой саған, Әлия. Жолдас, уәде берші маған. Садақа беріп тұрасың ғой, иә? Сен білесің ғой. Мен бұл фондты жалғыз басты әйелдерге көмектесу үшін аштым. Мен кеткен соңда жұмысымды жалғастыршы. Иә деші. Иә деші, жолдас.
Жанна? Мейіржанды шақыршы. Шақырдыңыз ба? Мейіржан, саған жаңа тапсырма бар. Отыр. Фондтың жұмыстарын жалғастырамыз. Жақсы. Сосын сен мұқтаж әйел тапшы. Әлияның атынан соған үлкен садақа береміз. Қандай сумаға? Ол енді сол адамның жағдайына байланысты. Фондта біраз ақша бар. Негізі үлкен сауап болатын еді. Әлия жеңгеміздің атынан берсек тіпті жақсы. Ендеше сен осы бір-екі күнде шынымен бір мұқтаж әйел тапшы. Қаршы. Мен кірсе берейін онда бар. Міне заттары. Ал мынау күндегілік екен. Өзіңізге тапсырған жөн көрдім. Рахмет. Жақсы. Жолдас. Біз енді қолдан келген бәрін жасадық. Білем Айдын. Ажал келсе, бір сәтте аялдатпайды. Егер адам жаны дәрігердің қолында болса, онда сен аянып қалмас едің. Встали уже. А я вам молока принесла. Ой. Не холодное, пей. Честно? Да попей, Бекинай, чего ты? Когда-то у меня был муж, ребенок. Теперь нет никого. Спасибо. Ладно, не будем о грустном. На, ешьте. Тут есть одна женщина, наверху живет. Вредная такая. Вчера пришла, когда тебя нет, и говорит: выметайтесь, говорит, отсюда. А куда нам идти? Мы же не у нее в гостях. Вонючий подвал. Крысам, тараканам можно, а нам нет. Когда-нибудь я тебе помогу, Люба. Ты хороший человек. Ой, забей. А где твоя семья? Не знаю. Сын где-то работает, а муж... От мужа вообще вестей никаких. Говорят, он женился на женщине, которая мою столовую из банка выкупила. Столовую? У тебя что, бизнес был? Ну, маленькую закусочную трудно называть бизнесом. Ну, как-то так. А как так случилось, Чтобы докатиться вот до такой жизни, бизнес хотел расширить. Взяла кредит. Ой, а потом столовую потеряла. Квартиру тоже. Да, кредит — это зло. Люба, ты не пей больше. А в жизни все можно исправить. Ну, насчет себя сомневаюсь. А у тебя есть шанс. Тебе надо жить ради него. Он вырастет, и все плохое забудется. И вы обязательно будете счастливы. А когда твой муж умер? Ладно, мне идти надо. Молока возьми. Нет, нет, не надо. Мазурики, вставайте. Сәл күте тұрыңыз. Кешіріңіз.
Жақсы, сау болыңыз. Кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына батырдың есімі кім? Бекжан. Бекжан батыр. Ал, Ажар, не айтайын енді? Біз құжаттарды квотаға тапсырдық. Бірақ әлі жауап келген жоқ. Ол солай болады, біз біраз күту керек. Талғаттың жағдайы қалай? Талғаттың жағдайы енді қалай айтсам екен. Операция неғұрлым тез болған жақсы болар еді. Ал әзірге енді жақсы деп те жаман деп те айта алмаймын. Кел. Кел, отыр. Іш бізбен, кел. Отстаньте от нее. Ты вообще молчи, тебе слова не давали. Гад. Мы тебя приютили, разрешили здесь жить. Теперь ты составишь нам компанию. Пойдем. Вы посмотрите на нее. Давай, стой, не вмешивайся, пускай. Отстаньте от нее. Ты! Пошла отсюда, я тебя выгоню! Пошла вон! Пошла вон, говорю, отсюда! Пошла вон отсюда! Сам пошел! Вон. Наливай! Здесь была женщина с ребенком? Что? Я говорю, здесь женщина была с ребенком? Ты меня в жены возьми. Что? Будет у тебя и жена, и ребенок. Эй, мужик! Дай денег. Сейчас тебе деньги. Жұмыс қалай? Жақсы. Болады, бір алып. Сен жұмыс істеп, бізді ұмыттың әбден. Анда-санда бір звондап қалымызды өліп тұрсашы. Сен қолың босамайды ғой. Бизнесменсің. Күл әйтеуір. Мысқылдағаннан басқа не білесің сен? Айтпақшы, өткен жолы бір келіншек бар деп едің ғой, баласын жоғалтқан. Кейін баласын бір кемпірдің үйінен таптық дедіңдер ме? Ал. Сол керек маған. Оны қайтесің? Керек, сен айтқан жатақханаға да бардың. Іздеп таппай қойдым. Қайтейін деп маған? Керек, тауып берші. Бір хабар болса берші маған хабар. Біле ме?
Саламатсыз ба? Саламат па? Бір булочка бар. 170 теңге. Қазір әйел ұрлашыға бастады. Оның себебі мынау. Сіз әйел адамды пәтер тумайды деп ойламайсыз. Ал егер подъездіңізде бөтен әйел жүрсе, онда сіз көршілері келген шығар деп мән бермейсіз. Сұмдық. Сондықтан подъездіңізге келген бөтен адамдардан сақ болыңыздар. Алда спорт жаңалықтары. Арнамыздан ажырамаңыздар. Су ішесің ба? Ішесің ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Мен осы маңда тұрам. Жұмысым да осы жақын маңда. Ылғи өтіп бара жатып, сізді байқаймын. Сіздің балаңыз ба? Иә. Ренжімесеңіз бір сұрақ қойсам бола ма? Сіздер осы паркте түнеп жүрсіздер ме? Кішкентай балаға мұндай жерде түнеуге болмайды. Мұны мен айтпасам да өзіңіз жақсы білесіз ғой. Егер қаласаңыз, мен кішкентайды кешкісін үйге алып кетіп тұрайын. Жоқ, рахмет, қажет емес. Тұр. Жүр кеттік. Кешіріңіз, сіз мені түсінбей қалдыңыз. Кешіріңіз, менің сізге көмектескім келеді. Бала үшін. Рахмет сізге, бірақ мені мүлдем танымайсыз ғой. Танымасақ танысамыз. Менің үйім міне мына жақын маңда. Бүгін менде демалыс барып шай ішейік. Жүріңіз. Қорықпаңыз енді, өтінемін. Мен емес, сіз қорықпайсыз ба? Неден? Білмейсіз ғой енді мені. Адамдар бір-біріне жақсылық жасау керек шығар енді. Жүріңіз. Менің атым Айым. Ажар. Кіре бер. Міне, біз осы бір бөлмені жалдап тұрамыз. Мен балабақшада аптасына 5 рет жұмысқа барам, шешпей қой баланың аяғын. Күйеуім де күндіз күні ойын жұмыста, кешке бірақ келеді. Мен ылғи да кіммен шай ішем, кіммен әңгімелесем деп адам таппайтын едім. Жақсы болды енді екеуміз қазір әңгімелесіп шай ішеміз. Қолымыз жуып алсақ болады ма? Әрине, мына жақта. Жүре ғой. Бара ғой. Бек көш. Ажар, душ қабылдап алсаң болады. Баланы да суға түсіріп ал. Өз үйіңде көр, қысылма. Мен шай қойып қоям. Ажар, мен сізден ештеңе сұрамайым. Ыңғай келгенде өзіңіз айтарсыз. Бірақ бір өтінішім бар. Баланы далаға қондырмаңызшы. Түннің кесірі болады, ұры-қары бар дегендей. Қаласаңыз егер, осында қонып тұрыңыз.
Егер күйеуімнен ыңғайсыздансаңыз, онда түнделетіп баланы алып кетіп тұрайын, сосын таңертең өзіңізге апарып берем. Мен бір жақын маңда жатақхана білуші едім. Егер орын болса, сұрастырып көрейін. Тамақтан алып отырыңыз, ұялмаңыз. Өмірде түрлі сынақтар болады. Әркімге әрқалай беріледі. Және адам көтере алатын сынақтар беріледі. Бүгін біреу бай, ертең кедей. Дүние алма кезек деген. Ең бастысы, ештеңеден үміт үзбеңіз.